Сәлеметсіздер мен құрметті әріптестер, сіздермен Әсемнұр. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы келешекті елестетемін дауыссыз н мен ң дыбысы. Бүгінгі сабағымда көптеген әдіс-тәсілдермен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сабақтың тақырыбы келешекті елестетемін дауыссыз н мен ң дыбысы. Сабақ негізделген оқу мақсаттары 2, 4, 1, 3 дауыссыз дыбыс түрлерін ажырату және емлесін сақтап жазу. Ширату. Қайырлы таң, ұстазым. Конфет арқылы 2 топқа бөлу. Кеншілер және теңізшілер тобы. Н мен ң дыбысын тез ажыратуға арналған видео. Пазл әдісі арқылы оқушыларға қиындылар беріледі. Оқушылар мамандық құралдарын орналастырады. Ара әдісі арқылы мәтін 2 топқа бөлініп беріледі. Топ басшылары мәтінді құрастырып түсініп оқиды. Кім немен ойнайды? Теңізші болатын бала бұлақпен ойнайды. Емші болатын бала сынаппен ойнайды. Батыр болатын бала қынаппен ойнайды. Жырақты жағатын бала шырақпен ойнайды. Шопан болатын бала қозы-лақпен ойнайды. Диқан болатын бала топырақпен ойнайды. Ғалым болатын бала кітаппен ойнайды. Попкорн әдісі арқылы келесі сұрақтар беріледі. Өлең не туралы? Өлеңде қандай мамандық иелері туралы айтылған? Тағы қандай мамандықтарды білесің? Өзіңді келешекте кім боламын деп елестетесің? Өлеңдегі қарамен жазылған сөздерге назар аудар. Н мен ң дыбыстарын салыстыр. Саралау жұмысы. Деңгейі орташа немесе төмен оқушыларға арналған көмек. Анықтама бұрышы арқылы жүзеге асады. Бөлменің әр бұрышында сұрақтың жауаптарына қатысты тірек сөздер ілінуі керек. Критериалды бағалау. Нысана. Сары түс тақырып қызықты. Қызыл түс маған бәрі түсінікті. Көк түс маған көмек керек. Оқушылар өз стикерлерін нысанаға жапсырады. Аялдама әдісі арқылы автобустың артына сөйлем жазылады. Автобус өтіп кеткенше оқушылар сөйлемді көшіріп жазуы тиіс. Байлықтың кеңі, жеріңнің кені. Ой толғаныс. Кең, жеріміздің кең, үлкен деп көлемін айтып тұр. Кен, жер асты байлығы. Саралау жұмысы. Символ әдісі. Оқушылар символдарды таңдайды. Әр символдың астында н мен ңді ажыратуға арналған ережелер және емлесін дұрыс жазуға арналған нұсқаулықтар болуы керек. Критериалды бағалау смайлик арқылы жүзеге асады. Сергіту сәті. Американдық аңдар биі. Зуылдақ әдісі арқылы оқушылар жаңылтпашты жаңылмай тез айтуы керек. Егер сенсең, баққа кірсең, сан түрлі гүлдер құлпырар, әдемі өңшең. Критериалды бағалау баспырмақ әдісін қолдануға болады. Ғажайып алаң әдісі арқылы дөңгелек сөзін үлкен етіп жасап, топ басшылары дөңгелене тұрады. Ғажайып дөңгелекті айналдырған кезде топ басшылары дөңгелек сөзінен бірнеше сөз ойлап табуы керек. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Әсемнұр. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Тәжірибеде қолданып көріңіз, нәтижесін комментарийге қалдырыңыз.